Қайырлы күн, құрметті еліміздің қорғандары, Қазақстан Республикасының полиция қызметкерлері. Сіздерді 23 маусым Қазақстан Республикасының полициясы күні мерекесімен құттықтаймыз. Қоғамдық тәртіпті қалыптастыру, ел тыныштығын қорғау жолындағы қажырлы еңбектеріңізге сәттілік тілейміз. Әрдайым анттарыңызға адал болып, ел қорғаны деген абыройлы атаққа қызмет ете беріңіздер. Еліміз тыныш, бірлігіміз бекем, тәуелсіздігіміз тұғырлы болсын. Мерекелеріңіз құтты болсын. Ежегодно отмечается профессиональный праздник День казахстанской полиции. В этот день, в 1992 году, Верховным Советом Республики Казахстан был принят закон об органах внутренних дел. Это был первый правовой акт, определивший задачи и функции отечественной полиции. В 2007 году указом первого президента Республики Казахстан 23 июня было официально утверждено Днем казахстанской полиции. День казахстанской полиции – это знак благодарности тем, кто самоотверженно создавал казахстанскую полицию и трудится в ее рядах. Это выражение признательности ее ветеранам, которые честным служением своему делу снискали уважение народа. И это дань памяти тем, кто в мирное время отдал свою жизнь ради спокойствия и безопасности казахстанцев. С Днем казахстанской полиции! На спящий город опускается туман, шалят ветра по подворотням и дворам. А нам все это не впервой, а нам доверено судьбой оберегать на здешних улицах покой. Да, а пожелай ты мне пуха, не пера. Да, пусть не по правилам игра. Если завтра будет круче, чем вчера, прорвемся, ответит опера. Прорвемся, опера. Еще вечерние зажгутся фонари, туман рассеется, и что не говори. Сейчас бы просто по 100 грамм и не мотаться по дворам, но рановато расслабляться операм. Да, а пожелай ты мне пуха, не пера. Да, пусть не по правилам игра. Если завтра будет круче, чем вчера, прорвемся, ответит опера. Прорвемся, опера. Да, пусть не по правилам игра. Да, и если завтра будет круче, чем вчера, прорвемся, ответит опера. Прорвемся, опера. Құрметті ішкі істер органдарының ардагерлері, тәртіп сақшылары, ішкі істер органдарының қызметкерлері, сіздерді 23 маусым Қазақстан полиция күні мерекесімен құттықтаймын. Қоғамдық тәртіп қалыптастыру, ел тыныштығын қорғау жолындағы қаржылы еңбеккерлерге сәттілік тілеймін. Әрдайым анттарыңызға адал болып, ел қорғаны деген
атаққа абыройлы қызмет ете беріңіздер. Еліміз тыныш, халқымыз аман, бірлігіміз бекет, тәуелсіздігіміз тұғырлы болсын. Хочу поздравить всех с профессиональным праздником, Днем Казахстанской полиции. Желаю вам крепкого здоровья, новых достижений в работе и продвижения по служебной лестнице. Хочется, чтобы гражданам нашей страны жилось спокойно. Пусть станет меньше коррупции, а уровень преступности снижается каждым днем. Оставайтесь достойными представителями доблестной профессии. Еще раз с праздником! Айтып бабасын, анасындай көріп алашын, жауына жаға жыртқызбай батырлықтың білген бағасын, алдаспан қылыш асынып, азат еткен байтақ даласын. Сарқыты болып сақтардың тілегінді тезіп баққанмын, Жәнібек Керей қолыммен қазығымды алғаш қаққанмын, 5 ғасыр салып араға арайланып атқан ақтанмын. Сақпенен ғұнның тағдырымын тараған, алуан заман кешкен елмін, күш қуат алып өскен елмін даладан. Арнамыз асқақ айбыным деп, бірлігім бақыт байлығым деп санаған. Кешегі қазақ хандығымның бүгінгі ғажап бір жырымын жанадан. Шамшырақ болып ертеңге Төке ханның жазған сандарым, Абылай қосып басымды орындалған еді арманым ая. Арындап алға ұмтылған, жүрегінде талай сыр тұнған, қылығы таза қыз туған, арғымаққа мінер ұл туған, бүгінде әлем таныған, біз тәуелсіз елміз құлпырған.
Господа офицеры, по натянутым нервам я аккордами веры эту песню пою. Тем, кто, бросив карьеру, живота не жалея, свою грудь подставляет за отчизну свою. Тем, кто выжил в Афгане, свою честь не сгадив, кто карьеры не делал от солдатских кровей, я пою офицерам, матерей пожалевшим, возвратив им обратно живых сыновей. Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом, за отчизну и свободу до конца. Офицеры, казахстанцы, пусть свобода вас сияет, заставляя в унисон звучать сердца. Господа офицеры, как сберечь вашу веру на разрытых могилах? Ваши души хрипят. Что ж мы, братцы, наделали, не смогли уберечь их, и теперь они вечно в глаза нам глядят. Вновь уходят ребята, растворяясь в закатах. Позвала их Казахстан, как бывало не раз. И опять вы уходите, может, прямо на небо, и откуда-то сверху прощаете нас. Так куда ж вы уходите? Может, прямо на небо, и откуда-то сверху прощаете нас. Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом, за отчизну и свободу до конца. Офицеры, казахстанцы, пусть свобода вас сияет, заставляя в унисон звучать сердца. Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом, за отчизну и свободу до конца. Офицеры, казахстанцы, пусть свобода вас сияет, заставляя в унисон звучать сердца.
елімнің бақтары, адамдары ақ жарқын, арайлы бақшақтары, ағарып таң атқаны, қызарып күн батқаны, адамдары алаңсыз еркін жүріп жатқаны. Полиция батыр сарбаз саптағы, полиция бейбіт күннің ақтаны, полиция елімнің жыр мақтаны, елімнің жыр мақтаны, елімнің жыр мақтаны. Ел жатса да жатпайтын, ешбір тыным таппайтын, әр адамның әдейді тыныштығын сақтайды. Арамызда оларда жөнсіздікке жол бар ма? Жайран қағып жүре бер, сеніп берік қорғанға. Полиция батыр сарбаз саптағы, полиция бейбіт күннің ақтаны, полиция елімнің жыр мақтаны, елімнің жыр мақтаны, елімнің жыр мақтаны. Құрметті әріптестер, сіздерді Қазақстан Республикасы полиция күнімен шын жүректен құттықтағым келеді. Полиция департаментінің бастығының атынан және өз атынан сіздерге тілейтінім зор денсаулық, жұмыста табыс, семьяда бақыт. Уважаемые коллеги, хотел бы поздравить вас с Днем Казахстанской полиции. Пожелать вам крепкого здоровья, карьерного роста, семейного благополучия, достатка, а самое главное – процветания нашей независимой республики. Полиция батыр сарбаз саптағы, полиция бейбіт күннің ақтаны, полиция елімнің жыр мақтаны, елімнің жыр мақтаны, елімнің жыр мақтаны. Полиция батыр сарбаз саптағы, полиция бейбіт күннің ақтаны, полиция елімнің жыр мақтаны, елімнің жыр мақтаны, елімнің жыр мақтаны.